Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте қызықты бір тақырыпты қозғайтын боламыз. Мен жалпы YouTube'тен қараған едім. Осы тақырыпта жалпы қазақша толығырақ берілген ақпараттар жоқ екен. Бүгінгі тақырып Госсакуп порталында договорлар қалай бұзылады, қалай соттасуға болады деген тақырыптарды толығымен қамтитын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Бұл менің ары қарай да жақсы видеолар шығаруыма шабыт сыйлайтын болады. Жалпы мемлекеттік порталда ұтып алған тендерге договорлар жасалғаннан кейін тек қана договорды бұза алады заказчик тарапынан. Заказчик тарапынан ғана договорды бұзуға доступ болады. Договор доступ болады. Енді договордың бұзылудың ең бір жақсы түрі деп айтуға болады. Яғни мына орысшасы да тұр, қазақшасы да тұр. Кімге қалай, мысалы, толығырақ ақпаратты білгілеріңіз келетін болса, осылай жазсаңыз болады. Өзара келісім шарт бойынша договор бұзылатын болса, сізден ешқандай талап қоймайды. Яғни сізге белгілі бір пеня төлеуге, сонымен қатар сізді мемлекеттік сатып алу порталдарында қара тізімге енгізбейді. Яғни Госсакуп порталында сіз қалай договорлар келіп, соларға қол қойылған болсаңыз, сол сияқты қосымша сізге келісім шарт келеді. Сол жерде неліктен өзара келісім бойынша договор бұзылып жатыр, соның барлығы толық жазылады. Соған согласовать етіп қол қоясыз. Солай договор бұзылады. Сіз қандай да бір заттарға, обеспечениеге ақшалар төлеген болатын болсаңыз, сол ақшаның барлығы өзіңізге қайтады. Яғни бұл бірінші түрі договордың бұзылуы. Сонымен қатар екіншісіне келетін болсақ, екінші түрі мұнда жазылғандай бір жақты тәртіппен бұзылған договор. Яғни сізбен заказчик келіспестен сізді договорды бұза алады. Сонымен қатар осы договорда, яғни бір жақты тәртіппен бұзылып кететін болса, ол жерде нақты көрсетіледі. Сіз қандай бір жағдаймен тауарды кешіктірсеңіз, соның пенясын төлейсіз. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алу порталында бұл поставщикті қара тізімге енгізуіңізді сұраймын деп сотқа жібереді. Яғни сотқа бұл жіберілген шағым барады. Содан кейін сізді қара тізімге енгізіп жіберетін болады. Сізде де бұл заказчиктің жіберген шешіміне қарсы сіз де сотқа жүгіне аласыз. Оны біз сәлден кейін тоқталатын боламыз. Жалпы қалай договор бұзылып кетеді дегенге келетін болсақ, достар, сіздер міндетті түрде Госсакуп порталына кірген кезде, Госсакуп порталына кіріп, сіздер Госсакуп порталында колокольчик, қоңыраудың белгісі бар. Сол жерде сізге келген хаттардың барлығы тұрады. Сол жерде жиі оқып жүру керексіз. Не болмаса өзіңіздің негізгі бетте жасылмен договордың белгісі келіп тұрады. Яғни сізге бірдеңені ескертіп тұрады. Яғни уақытыңыздан кешігіп бара жатса, не болмаса сізге міндетті түрде заказчикке хабарласу керек болатын болса, сол жерде жасылмен шығып тұрады. Яғни белгі беріледі.
сізге белгі беріледі. Мысалы мен сіздерге түсіндіре кетейін. Мысалы договор күшіне енді, договор күшіне енгеннен кейін бізде мынандай зат бар. Яғни договор күшіне енген күннен бастап неше күннің ішінде бізге тауарды жеткізу керек, сол нақты договорда көрсетіледі. Біздің жағдайымызда бірінші жаңағы заявка келіп түсті. Не болмаса сіз білесіз, заявка бермесе де договор күн ішіне енгеннен кейін 15 күн, 16 күннің ішінде жеткізу керексіз. Бірінші жаңағы заявка берген жағдайда былайынан жібереді жаңағы. Сізге 16 күннің ішінде мына затты әкеп беру керексіз деп бізге 6 айдың 11-інде жіберді. 11-нен бастап 16 күн саналады. Екінші, мысалы 17 күні бізге тағы да системада хат келді. Заказчик сізге ескерту жасап жатыр, договорды бұзғысы келеді. Яғни договорды бұзғысы келеді деп осылай ескерту келеді. Одан кейін жаңағы Госзакуп порталына кіріп нететін болсақ, жаңағы 27 күні бізге договор бұзуға ескерту жасады ма, енді біз жаңағы Госзакуп порталындағы односторонний расторжение деген жерге келетін болсақ, сол жаңағы құрылған договордың ішінде осы жерге келетін болсақ, бізде осылай қызылмен жанып тұр. Яғни сіз июльдің 12-сіне дейін бұл жаңағы затты әкелмесеңіз, договор бір жақтан бұзылып кетеді деп бізге ескертіліп тұр. Сондықтан осының барлығына мұқият болу керек біз. Осы уақыттың ішінде біз міндетті түрде осы тауарды апарып жеткізуіміз керек. Ескеретін жағдай. Осы белгіленген уақыттың ішінде жаңағы осы кнопканы заказчик тараптан ар жақтан отмена басып қайтарып тастамаса, бұл осы уақыты біткен уақытта автоматты түрде жаңағы сіздегі договор бұзылып кетеді. Ол қалай болады мысалы? Ол былай болады жаңағы. Договор автоматты түрде бұзылып кетеді. Мына договорды алып көретін болса, 27 күні бізге ескертілді. Одан ары қарай жаңағы өзіңіз санайсыз, 14 күн, 15 күннің уақыт беріледі. Сол уақытқа дейін сіз бұны жеткізіп үлгермесеңіз, осы проблемаңызды шешіп, договор осылай бұзылып кетеді. Системада осылай договор бұзылып кеткеннен кейін 15-16 күні барып сіз заказчикке жаңағы мына договорды қайта қалпына келтірейік деген сияқты затты айтып қалпына келтіре алмайсыз. Болды, договор бұзылып кетті. Одан кейінгі заттың барлығы сіздерде сотта шешілетін болады. Яғни сотта шешілетін болады. Енді біздің практика жүзінде осылай договор бір рет бұзылды. Біз осы договорды қайта орнына келтіріп жатырмыз. Бұны мен қазір соңына қарай түсіндіретін боламын. Ал енді көп жағдайда заказчик сізді договор бұзып сотқа беретін болса, сіз ұтыласыз. Өйткені бет алды заказчик тараптың жаңағы поставщикті сотқа бере бермейді. Ол жаңағы сіздің апарған зат, сіз тауарды апармай қоятын болсаңыз, не болмаса жаңағы жұмысыңызды дұрыс істемей қоятын болсаңыз, қандай бір жағдаймен сіз затты апарасыз, бұзылып қалды, сіз алмастырып орнына қоймадыңыз, осындай жағдайда жаңағы заң бойынша сізді сотқа береді. Көбінде жаңағы поставщиктер жеңіледі, сонымен қатар пенясын төлейді, сотта көрсетілгендей. Сонымен қатар қара тізімге еніп кететін болады.
еніп кететін болады. Енді біздің жағдайымызда мында қарап отырсаңыздар, біз бір зат апарып өткізгенбіз. Сол зат заказчикке ұнамады. Қайта бізге алмастырып апарғанбыз, ол зат та ұнамай қалды. Оның бір себебі былай болды. Біз түрлі затты жаңа Қытайдан алып келеміз де өткіземіз. Сол сияқты бір затты біз Қытайдан заказ бердік те, ол зат келген кезде біз ішін ашып қарамадық. Заказчикке тура жібере салдық. Сол кезде жібере салған кезде, олар ашып көрген кезде, ол шамалы ұсталған затқа ұқсайтын, не болмаса көп уақытқа тұрып қалған, краскілер кетіп қалған зат болды. Сондықтан болды, сол кезде бірден жаңағы мекеме біз бұл затты қабылдамаймыз. Осы затты қайта алмастырып әкеліп беріңдер деді. Біз екінші сол затты алмастырып апарып бергенге дейін біздегі бір болған қателік мына жердегі договордың бұзылуына берілген уақытты қарамағанбыз. Біздің жіберген тауар Астанадан поштамен жаңағы мекеменің қолына жеткенге дейін уақыт өтіп кеткен. Осылай автоматты түрде договор бұзылып кетті. Сондықтан бізде жаңағы ол адамдар бізді сотқа берді. Бізді сотқа берді. Өйткені ешқандай вариант жоқ. Өйткені система договорды бұзып жіберді. Договор бұзып жіберді. Негізгі жағынан алып қараған кезде ол заказчик тараптікі дұрыс болды. Ол тараптан да сәл енді бір қателіктер болды. Оны өздері де білді. Содан кейін сот болды. Сот болған кезде жаңағы бізді сотқа жіберген, яғни осындай пеня төлеу керек, осылай қара тізімге енгізуіңізді сұраймыз деген. Содан кейін соттан бізге қағаз келді. Осындай мемлекеттік мекеме сіздерді сотқа берді. Осылай соттан шешім шықты. Осыған жаңағы келіспейтін болсаңыздар, 10 күннің ішінде қарама қарсы сіздерде сотқа жазаласыздар деп. Біз жаздық. Содан кейін жаңағы сот болды. Сот болған кезде заказчик тараптан да адам отырды, біз тараптан да адам отырды. Содан кейін сотқа біз былайынан айттық. Енді құрметті сот, біз 7 жылдан бері ол Госзакуп порталында жұмыс жасап жүрген поставщикпіз. Енді біз бір емес, 2 рет тауарды біз жібердік. Бұл заказчик тарапқа ұнамады. Енді біз мүлдем тауарды апармай қойғанымыз жоқ. Сондықтан бізді жаңағы төле деген пенясын біз төлейік. Сонымен қатар бізді қара тізімге енгізбеуіңізді сұраймыз деп айтқаннан кейін, сот жаңағы заказчикке айтты, сіздер бұл затты қайта сатып алдыңыздар ма деді. Заказчик тарап айтты, жоқ, біз сатып алғанымыз жоқ. Осы сот аяқталғаннан кейін, соттың шешімінен кейін сол затты сатып аламыз деді. Содан кейін сот бізге айтты, енді заказчикке, сіз егер ол затты сатып алмаған болсаңыз, бұл кісілерге тағы да бір апта уақыт беретін болсақ, сол затты сізге жеткізіп берсе, сіз қабылдап аласыз ба, келісесіз ба? Сіздер жеткізіп бере аласыздар ма деп сұрады. Сол кезде бізде ешқандай проблемасы жоқ. Бұл затты жеткізіп берейік дедік. Ол заказчик тарапта жарайды, бұл затты біз сатып алып қоймағандықтан, бұл кісілерді күтейік деді. Содан кейін күтейік деді. Осылай белгілі бір уақыт бізге берілді. Біз сол бір аптаның ішінде сол затты апарып бердік. Одан кейін қайта сот болды. Сотта жаңағы заказчик тарап біз
затты қабылдап алдық, әкеліп берді деді, біз жеткіздік дедік. Содан кейін заказчик сот алдындағы жаңағы шығарған бізді қара тізімге енгізу туралы қаулыны қайта өзгертіп, тек қана пеня төлеуге міндеттеді. Солай қаулы шығарып берді. Осы қаулы шыққаннан кейін де жаңағы жылдам барлық зат шешіліп кетпейді. Мысалы, жаңағы заказчик пен госзакуп порталында жаңағы система бойынша договор осылай жаңағы бұзылып тұра береді. Енді бұны қалпына келтіру үшін жаңағы заказчик тарап жаңағы соттың қаулысын алғаннан кейін қайта өтініш деген сайт бар, өтініш деген сайт бар. Соған қайта жаңағы неге жібереді. Өз жіберу керек мекемеге жібереді. Осылай жаңағы бізде осындай поставщикпен осындай бір проблема болған еді. Солай договор бұзылып кеткен. Енді біз соттың шешімімен келістік, сол затты әкеліп берді. Қайта қалпына келтіруіңізді сұраймын деп. Ол жаңағы 20 күннің ішінде, кейде 30 күннің ішінде қаралады. Солай одан шыққан жауап күтіледі. Содан кейін барып ана жақтан мына жерде бұзылып кеткен договор қайта қалпына келеді. Договор бұзылмаған болып, одан кейін сіз қайтадан жаңағы затыңызға акты жібересіз, акты қабылдайсыз, содан кейін шот фактура жібересіз деген сияқты заттар солай жүзеге асады. Сондықтан достар, жалпы договордың бұзылып кетпеуіне өте назар аударыңыздар. Апарғай жатқан заттарыңызды заказчикпен согласовать етіңіздер. Тауарды апарып өткізгеннен кейін де жаңағы белгілі бір затыңызға байланысты бір келіспеушіліктер болатын болса, заказчикпен жақсы мәміледе болыңыз, заказчикпен жақсы сөйлесіңіз. Енді келесі видеода мен қалай талап арыз жазуға болады, жаңағы жалпы соттасуға болады деген сияқты видео түсірем. Содан өздеріңізге керек тағы да қосымша ақпараттарды ала аласыз.